Әзір бұл құм шаңғыс жағыста тұрып, Арал сахрасына көз жіберіп, ойға таламан. Осы мен тұрған жерде аяғымның астына дейін келетұғын теңіз толқынларын еске түсіремін. Бұл аймақтың үлкен табиғи байлықтары. Рахатижан, шипа бағыш балықлары, көгілдір көлдердегі сыңсыған қулар, соналы қазылар. Менің болжауымша, бәрібір келешек авлад табиғатпенен тіл табысып, Аралды жанландырады. Әзелден балықшылар қаласы болып аты шыққан Мойнақ қаласы бұрынғы теңіздің жағасында жайласқан. Ақиқатында да Арал уақытында өзінің бекіре, суен, сазан, ақ марқа, ылақа құсаған балықлары менен, әмде комбинаттан шыққан балық консервалары менен дүнияға даңқ таратқан теңіз болды. Жақсы ниет, келешекке үмітпенен жасау, Мойнақ халқының қаны менен тәніне әсірлерден бері сіңісіп кеткен жақсы фазилет. Мойнақ, Қарақалпақ әдебиетінің ұлы тұлғалары болған Күнқожа, Әжінияз, Бердақ, Аяпберген, Тілеубергендей шайырлардың отаны. Бірнеше ілімпаздар менен бірінші ұшушылар да Мойнақтан шыққан. Теңіз қайтқаны менен балықшылар Сарықамыс, Судочи, Жылтырбас һәм Мойнақ атырапындағы көлдерден балық аулауды давам етіп, ата кәсібінен қол үзген жоқ. Ел басшымыз Бірлескен Милләтлер Чөлкемінің мәжілісінде шығып сөйлеген сөзінде Арал машқаласы һәм оларды шешу бойынша өзінің бірқанша ұсыныс пікірлерін білдірді. Һәм Бірлескен Милләтлер Чөлкемінің бас хаткері Пан Ги Мунның Арал бойына келіп, бұл аймақта болған экологиялық дағдарыспенен танысып, жүз берген табиғи апат ақыбетлерін сапластыруға Бірлескен Милләтлер Чөлкемі тарапынан зәрлі жәрдем берілетұғылығын атап өткенлігі Мойнақ районы халқын рухландырып жіберді. Бұрынғы теңіздің ұлтаны ұшы қиыры жоқ кең далаға айланып, онда әр қилы жабайы өсімдіктер пайда болған. Әсіресе солардан сексеуіл һәм жыңғыллар көбірек ұшырайды. Сексеуіллер ең ірі шөл өсімлігі болып, олар құмлардың көшуін, самал менен шаң тозаңларға қоса, теңіз ұлтанындағы тұзлардың көтеріліп, бірнеше километрдегі жерлердің табиғаты апатшылыққа ұшырамауы үшін тосқынлық етеді. Сонлықтан, табиғи өсімлік болса да, адамлардың жәрдемінде де, сексеуіл зарлықтың көлемін көбейту істері де әр жыл сайын давам еттіріліп келінбекте. Францияның Кафютис, Германияның техникалық орайы һәм өзіміздің тоғай қожалықларының күшіменен Арал теңізінің құрғап қалған ұлтанында жылына 7-8 мың гектар майданға шөлге шыдамлы сексеуіл, қандым егіліп, тоғайзарлар пайда етілмекте. Азия рауажлану банкі һәм басқа да халықаралық шөлкемдерменен біргелікте халқымыздың игілігі үшін айтарлықтай жұмыслар істелінбекте.
Өзбек нефтегаз Milli холдинг компаниясы құрамындағы карханалар тарапынан жүргізіліп атырған геологиялық барлау һәм бұраулау жұмыстарының нәтижесі бұл аймақта жер асты қазылма байлықтарының оғада көп екенлігін дәлелдеп бермекте. Бүгінгі күні Арал теңізінің ұлтанында алып барылып атырған газ һәм нефтке болған барлау жұмыстарының нәтижесінде 70-тен астам бұраулау құдықтарында газ һәм нефт қорлары бар екенлігі анықталды. Үрге менен Үшсай дөңгелегінен жоғары басымдағы табиғи газ табылып, пайдалануға берілді. Үшсай, Үрге, Сүргіл газ кәнілерінен конденсат бөліп алушы 3 сепаратор іске қосылды. Еліміз қаресізлігінен соң Үшсайда газ сепараторы құрылып, адамларға жұмыс орын табылғаннан кейін ауыл толысып, көркейіп, қожалықлар құрғыласа баслағанының куәсі боламыз. Район жастарының белгілі кәсіп өнер иесі болып жетілісуі үшін 2 колледж қызмет етпекте. Қаресізлік жылдарында район орайында санат транспорт һәм тұрмыс қызметі кәсіп өнер колледжлерінің іске түсірілуі район мектеп біткерушілерінің тәлімінің кейінгі басқышына кең қамтып алынып, жастардың 11 қанигерлік бойынша мамандық алуына имканият жаратып берді. Әсіресе айта кететұғын бір нәрсе, бұл колледжлерде нефт һәм газ кәнілерінде жұмыс істеуші технологлар таярлайтұғын бөлімлер ашылған. Бұл бөлімлерді тамамлаған жас технологлар осы уақытқа дейін газ һәм нефт кәнілерінде басқа жақлардан келіп жұмыс істеп атырған қанигерлер орнын иелеп, еліміздің экономикасының рауажлануына өздерінің үлесін қоспақта. Колледжлер ашылғалы берлі 3000-нан астам жастар қанигерлікке ие болды. Һәм олардан 2000-нан астамы жұмыспенен тәмінленді. Колледж біткерушілерінен 200-ден зият жастар тәлім алуды жоғарғы оқу орындарында давам етпекте. Аял қызларды қанигерлікке оқыту һәм жұмыспенен тәмінлеу бойынша да бір қатар жұмыстар істелмекте. Олар үшін кәсіп өнер колледжінде милли һәм заманауи киімдерді тігушілер таярлайтұғын бөлімдер ашылған. Бұл жерде қанигерлі ұстазлар жастарға өздерінің өнер сырларын үйретпек. Район орайынан ашылған Қарақалпақ шебері Манзура жауапкершілігі шектелген жәмиет бұл біткеруші қызларды жұмыспенен тәмінлейді. Шебер қоллы қызлардың бұл жерде таярлаған өнімдерін тек қана Қарақалпақстанда емес, шет елдерде де жақсы біледі һәм милли қол өнері үлгілер сипатында сатып алады. Бұл жәмиет тарапынан таярланған өнімдердің сипатының жақсы екенлігінің және бір дәлелі жергілікті халық арасынан да бұйыртпашылардың саны күннен күнге артып бармақта. Мойнақшылар арасынан елімізге белгілі спортшылар да көплеп шыққан. Ескек есу спорты бойынша Өзбекстанның бірінші ескекшілер сайланды командасы мойнақшылардан құралып, бұрынғы ауқамда бірнеше жыл давамында біріншілікті ұстап тұрғанлығын ешкім бекарлай алмайды. Республикамызда спорттың волейбол түрі бойынша мойнақлылардың орны гіреулі екенлігі әммеге мәлім.
Қарақалпақстанның ең шеткі аймағы болуына қарамастан, спорттың әр қилы түрлері менен шұғылданушылардың саны күннен күнге артып бармақта. Өзбекстан көлеміндегі жарыстарда жоғарғы орынларды иелеп келтірген спортшылар да баршылық. Әсіресе спорттың көркем гимнастика һәм бокс түрлері жастардың қызығушылығын арттырмақта. Бірлескен Миллетлер шөлкемінің рауажлану жойбары есабынан екінші санлы балалар бақшасы қайта құрылды. Үшінші санлы шадлық, төртінші санлы ұмша мектепке шекемгі тәлім мекемелері санатория типіндегі бақшаларға айландырылды. Бүгінгі күнде бұл бақшаларда онлаған топарларда 230-дан астам бала тәлім тәрбие алмақта. Маман қанигелер менен тәминленген балаларды мектепке шекемгі тәрбиелау орынларында қарессіз еліміздің келешегі болған балалардың бұл аймақтан шыққан талы білім бабалар жолына садық, туған жер даңқын көклерге көтеретұғын әулат етіп тәрбиелап жатыр. Мойнақтың өтміші, бұрынғы арал, балықшылар тұрмысы, олардың балық аулайтығын әспап үскөнелері, аралдың асау толқынларында жүзген қайықлардан баслап, үлкен-үлкен катерлер менен пароходлардың макетлері, сол дәуірлерді суретлейтұғын қылқалем шеберлердің дөретпелері музей экспонатларынан орын алып, сырт елден келген саяхатшылардың диққатын өзіне тартады. Бұлардан тысқары Мойнақ елінің белгілі азаматлары болып танылған инсанлардың суретлері жастарға ібрат сипатында көрермендерге қызмет етіп жатыр. Мойнақ елімізге белгілі бірнеше алымлар, жәмиетлік іскерлер, сахна шеберлері туылып өскен ел. Олардың халқымыздың игілігі үшін істеген қызметлері, еріскен табыслары, өмір һәм дөретушілік жоллары мойнақшылар үшін мақтаныш һәм өрнек. Олар менен болған әрбір ұшырасу мойнақшылар үшін үлкен байрам. Арал бойларындағы нәуқыран һәм мәңгі жас қала Мойнақтың бүгінгі күні міне ұсындай табысларға толы. Ал оның келешегі бұннан да ұлы. Аралымның жігер, тәні сең Мойнақ. Нефт пенен газдың кәні сең Мойнақ. Мәрт балықшы шаруа, бәканы өзің, кең сахраның сұлу, сәні сең